Тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан астам уақыт өтсе де Ресейдің түрлі мейрамдарын тойлаудан жалғар емеспіз. Жақында Қостанайда Ресей әскери теңіз флоты күнін тойлап жатқан видео тарады. Ал видеоға қарасақ, тойлап жүрген бір топ халықты көруге болады. Алайда видео расымен Қостанайда түсірілген бе? Тексеріп көрейік. Желіде тараған видеодағы негізгі элементтерге назар аударсақ, расымен де Қостанайдағы алаңды көруге болады. Нақты қай жер екенін Google Maps арқылы таптық, яғни Қостанайдағы масақтар стеллажы екен. Соған қарағанда видео Қостанайда түсірілген. Бейнедегі Ресейдің әскери теңіз флоты емес, сонау Кеңес одағының әскери теңіз флотының жалауын көруге болады. Өткен жылдарда Қостанай тұрғындары КСРО әскери теңіз флотының күнін тойлауға шыққан туралы ақпарат тараған. Неге дәл осы күні тойлап жатыр? Бұл күннің қандай да бір маңызы бар ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл күннің тарихы сонау тереңде, Кеңес одағынан бастау алады. 1939 жылы 24 шілдеде тұңғыш рет КСРО-ның әскери теңіз флот күні салтанатты түрде аталып өтілген. Ал 1980 жылы әскери теңіз флот күні нақты шілденің соңғы жексенбісіне ауыстырылған екен. Қазіргі күні бұл мереке Ресей Федерациясында да тойланады. Ал өзіміздің еліміздегі әскери теңіз флоты күні 2 сәуірде тойланады. Шілденің соңында әскери теңіз флоты күніне тұрғындар алаңға шығып мереке тойлаған оқиға биыл алғаш рет емес. Мәселен, осыдан 10 жыл бұрын 27 шілдеде Ресейдің Санкт-Петербург қаласынан арнайы теңізшілер стеллажын әкеліп, Қостанай қаласында ашылу салтанатын өткізген. Ғаламторда 2016 жылы да және 2017 жылда тұрғындар дәл Қостанайда осы күнді тойлауға шыққаны туралы ақпараттар бар. Ал Қостанай әкімдігі осы оқиғаға қатысты не дейді? Басшылық биылғы шараның өтуіне ешкімді әкімдікпен ақылдаспаған деп жауап берді. Алаңға шыққандарды әкімшілік жазаға тартылады деп хабарлады. Сонда көшеге плакат ұстап, өз пікірін айтқан адамдарды бірден ұстап, ал бізге қатысы жоқ мерекеге тойлауға шыққан бір топ адамды қалай байқамай қалуы мүмкін? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.